Алла тағала қадір түнінің дәрежесін көтерген, өйткені бұл түнде тілеген дұға тілектер қабыл болады. Раббымыз пендесіне басқа түндерде бермеген ризық несібесін осы түнде үлестіреді. Сол себепті мұсылман қауымы бұл құлшылықты құр жіберіп алмауға тырысады. Жалпы қадір түнінің қасиеті қандай дегенге тоқталсақ, біріншіден, бұл түнде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам алғашқы Құран аяты түскен. Қасиетті кітаптың Қадір сүресінің 1-ші аятында расында біз оны Құран кәрімді қадір түні түсірдік дейді. Екінші қасиеті, бұл түнді құлшылықпен өткізген пенденің жаратушысы алдында дәрежесі артады, тілеген дұғасы қабыл болады. Бұл туралы үлкен ғұлама Жазаир қадір түні сөзсіз ең жақсы түн, Алла тағала оны берекелі етті. Ол түні Құранды түсіріп басқа түндерден ерекшеледі. Сондай-ақ осы түнді құлшылықпен өткізген адамға 83 жыл ғибадат еткеннің сауабы жазылады деген. Үшінші қасиеті, бұл түні адамның тағдыры бекітіледі. Бұл туралы ғұлама ғалым Мүжахид қадір түні тағдыр түні. Алла тағала бұл түні келесі жылғы осы түнге дейін кімнің ажалы жететінін, кімге қаншаға ризық несібе бөлінетінін, тағы басқа үкімдерді белгілейді. Төртінші қасиеті, бұл түнде азғырушы шайтан тұсауланады. Бұл үкім жайлы үлкен сахаба Ибн Аббастың бұл амандық, есендік, тыныштық түні. Бұл түні шайтандар адамдарға тыныштық береді. Олар адамдарға жақындамайды, азғырып тура жолдан тайдыра алмайды деген. Бесінші қасиеті, күнәлар кешіріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім осы түнде Аллаға иман келтіріп, сауабынан үміттеніп, құлшылық ететін болса, Алла тағала оның бұрынғы істеген барлық күнәсін, кемшіліктерін, қателіктерін кешіреді деген.